Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге сұлулық әлемі. Күйген шашты үй жағдайында қалай күту керек? Әйелдің көркі шашты сәндеуде заман талабы. Қыз-келіншектер шашты күтумен қатар сәнді көріну үшін түрлі зиянды тәсілдерді қолданады. Мысалы, шашты арнайы күйдіреді, ыстық құралдармен кептіру, биралау секілді әдістерді де жиі қолданады. Соның әсерінен шаш әлсіреп сынғыш болады, сирей бастайды, өңінен айырылады. Айта берсек, күйген шаштың зардабы да көп. Шындығында зақымдалған шашты бастапқы күйіне келтіру мүмкін емес. Өйткені бұл өлген құрылым. Оған келтірілген залалды сауықтыра алмайды. Бірақ соған қарамастан олардың сыртқы түрін едәуір жақсартуға болады. Ол үшін үй жағдайында жасалынатын бірнеше тәсілді меңгеріп алсаңыз және күтім жасауды қолға алсаңыз, сіздің шашыңыз анағұрлым жақсырақ көрінеді. Күйген шашты сарысы жұмыртқасымен қалай қалпына келтіруге болады? Жұмыртқаның сарысы бұл қымбат емес және барлығына бірдей қол жетімді әрі тиімді процедура деуге болады. Жұмыртқаның сарысын зақымдалған шашқа жағу арқылы шашыңыз жылтырап, жібектей жұмсақ бола түседі. Әсерді жылдамдату үшін жұмыртқаның сарысына басқа да ас үй өнімдерін қосу арқылы маска жасауыңызға болады. Лимонмен. Жарты лимонның сөлін 2 дана жұмыртқаның сарысына қосып араластырыңыз. Осы қоймалжыңды шашқа жағыңыз да 10 минут бойы ұстаңыз. Соңынан түймедақтан қайнатпасымен жуыңыз. Бұлай жасау шашқа жылтырлық береді және зақымданған шашты жағдайын жақсартады. Майонезбен. 1 ас қасық майонезбен 1 ас қасық балды 1 дана жұмыртқаның сарысын салып араластырыңыз. Сонымен қатар осы қоспаға 2 тіс туралған сарымсақты қоссаңыз да болады. Алынған қоспаны бас терісіне жағыңыз. Басыңызды полиэтиленмен орап, оның сыртына сүлгі жабыңыз. Тек қана қиындау тұсы түні бойы ұстау керексіз. Таңертең шашыңызды жуып, соңынан қалақай тұнбасымен шайсаңыз, бұл маска шаштың көрінісін жақсартады және қайысқақты кетіреді. Пиязбен. 2 ас қасық пияз сөліне 1 дана жұмыртқаның сарысын араластырыңыз. Үстіне 1 шай қасық бал қосып, қою болса су ваннасында ерітіп алыңыз. Шаштың зақымданған бөлігіне жағыңыз. 1 сағатқа қалдырыңыз. Пияздың иісін кетіру үшін сусабынмен жуыңыз. Коньякпен. 2 дана жұмыртқаның сарысына коньяк пен суды теңдей мөлшерде араластырып қосыңыз. Әр қайсысы 4 ас қасықтан осы қоспаны шашыңызға жағып 20 минут қалдырыңыз. Соңына жылы сумен жуып тастаңыз. Йогуртпен. 2 дана жұмыртқаның сарысына 100 мг йогуртты қосып араластырыңыз. 1 ас қасық апельсин немесе лимон қабығын қоссаңыз, шашыңызды жұпар аңқып тұрады. Осы қоспаны шашыңызға жағып, жарты сағат өткен соң жылы сумен шайыңыз. Алоэмен. 1 ас қасық алоэ шырынын 1 дана жұмыртқаның сарысына қосыңыз. Үстіне 1 ас қасық ертілген бал қосып жақсылап араластырыңыз. Осы қоспаны шаш түбінен бастап, ұзындығынан бойлай жағып шығыңыз. Басыңызды сүлгімен орап жарты сағат ұстаңыз. Соңына жуып тастаңыз. Сырамен. 1 бананды жарты стакан сыраны, 1 ас қасық сұйық балды және 1 дана жұмыртқаның сарысын қосып араластырыңыз. Осы қоспаны шашқа жағып 30 минутқа қалдырыңыз. Әдеттегідей шашқа жағып шайыңыз. Нәтижеге жету үшін 3 ай ішінде аптасына 2 рет маска жасағаныңыз жөн. Менің видеом пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған мен, сұлулық әлемі. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Алла разы болсын.